Сәлем достар, осындай дәмді ерекше пицца дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қажетті дүние сыр, теркіден өткізіп аламыз, және колбаса. Сосын көріп отырғандарыңыздай үйден дайындасаңыздар да болады, дайын түрін алсаңыздар да болады, слоеное тесто. Осы үш өнімді пайдалана отырып дәмдетіп дайындасаңыздар болады. Көріп отырғандарыңыздай сыр мен колбасаны теркіден өткізіп аламыз, дайындап. Содан кейін слоеное тестомызды ысуға кірісеміз. Көріп отырғандарыңыздай жаңа алдын ала дайындап алған колбасамыз бен сырымызды себелеп, яғни бір келке етіп тегіс қылып нанның бетіне жағып шығамыз. Сосын көріп отырғандарыңыздай рулет тәріздес қылып жайлап еппен ораймыз, мықты қатты қыспаймыз, үлпілдеп тұру керек. Кей жағдайда осылай қалың қылып салсаңыздар да болады. Бассаңыздар сыры, колбасасы отырып қалады, сондықтан үстінен баспауға кеңес беремін. Енді көріп отырғандарыңыздай 1,5-2 сантиметр қалыңдықта бөліп шығамыз барлығын. Енді осылай жатқызып, үстінен басқанда енді жайлап басып аламыз. Яғни бірігу үшін. Рулет болып шыққан пицца. Арасындағы сыры еріп өте дәмді болып шығады. Бетіне жағуға бір жұмыртқаны шайқап аламыз. Жаңа дайындаған өнімімізді майланған табаға осылай тізіп шығамыз. Үстіне жаңағы шайқаған бір жұмыртқамыздың бетіне жағып шығамыз. Жағуымыздың себебі қызарып, өзіндік бір сәнін беріп тұрады. Осылай қыздырылып тұрған 180 градустағы духовкаға салып аламыз. Көріп отырғандарыңыздай сыры еріп, осындай әп-әдемі пицца дайын болады.